Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгінгі подкастымыздың кезекті қонағы Астана телеарнасының тілшісі, Қазақ тілі қоғамы Қостанай облысының филиалының төрағасы, құрмет орденінің иегері Заңғар Санай ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Бүгін енді ұлтқа қатысты рухани әңгіме болады деген сенімдеміз. Жалпы аға, Қостанай қаласында білесіз, оқы және жең онлайн облыстық байқау өтіп жатыр. Жалпы осы байқауға бір көзқарасыңыз, жастарға деген қолдауыңыз туралы бір пікір айта кетсеңіз. Бұл байқау өте керек байқау, және дер кезінде қолға алынған байқау деп ойлаймыз Қостанай облысында. Былтыр алғаш рет ұйымдастырылды ғой, биыл екінші рет ұйымдастырылып жатыр. Және де естіп жатырмыз, оған қатысушылардың саны да биыл 2 еселеніп көбейіп жатыр екен. Былтыр 10 мың болды. Иә, одан да көп екен. Сондықтан бұл жобадан күтеріміз көп. Өйткені біз қазір кітап оқитын буын кейде жоқ дейміз ғой, бірақ бар олар бірең саран. Және де сол бірең сараның қатарын көбейтуге осындай міне облыстық деңгейде өтіп жатқан байқаулардың көмегі көп болады деп ойлаймыз. Сондықтан осы оқы және жең жобасының байқауының жалғаса бергенін қалаймыз. Аға, енді халық арасында жүрсіз, әрбір мәселені қозғайсыздар сіздер. Жалпы енді осы мамандыққа келуіңізге бір балалық кезде оқыған бір кітаптарыңыз бар ма, жастарға бір тұлға болып қалыптасу үшін, елдің мәселесін көтеретін азамат болу үшін, жерде тіл мамандары, филологтар болашақ келіп отыр. Жалпы сіз қандай кітап есіңізде қалды, бір оқыған, өзіңіздің жақсы көретін кітабыңыз, жазушыларыңыз бар, сол туралы айта кетсеңіз. Енді өзі журналистқа келетін адамдардың көбі шығармашылыққа жақын болды ғой, жаңа оқып жүрген кезде шығарманы жақсы жаза ма, әлде өлеңді жақсы жаттап ала ма деген сияқты. Мен бала кезімде ертегіні жақсы көрдім. Ертегі көп оқыдым. Сол ертегінің әлдейімен кейін кездерде, мысалы жоғарғы сыныптарда оқыған кезде маған шығарма жазу өте оңай болды да. Негізгі жалпы шығармашылық адамының негізінде сол ертегі оқыса, сол ерте адамды есейтіп, іргетасын жақсы қалай ма деп ойлаймын өз ойым. Сол баяғы біздің есімізден кетпейін сол Кербұлат Кендебай деген сияқты ертегілер, сол бала кезде оқыған ертегілер есейгенде осы кітап оқуға деген құмарымызды одан берте арттырды деп ойлаймын. Мен мысалы мына журналистика факультетінде 5 жыл оқыдым. Сол 5 жылда біз ол кезде енді 2000 жылдары аса бір мына қалта телефонның трендке кірмеген уақыт еді. Біз көбіміз сол кітапханаға келіп кітап оқудан жарысатынбыз. Жаңағы сол заман бір солай болды ма, әлде қатарластарымыздың түгелі кітапқа құмар болды ма? Қазіргі жастарды біз өзі қай заманда да өзі айтады ғой, анау жастар бұзылған деп. Баяғыда бәленше ғасырда теңіздің жағалауында табылған қатта да қазіргі жастар бұзылған деп шықты ғой. Сол секілді біз жастар бұзылған деген жалаң сөзден қашуымыз керек. Қазіргі жастар керісінше көзі ашық, көкірегі ояу. Қазіргі жастар тіпті ана әлемдік классикаларды көп оқиды. Мейлі ол орысша болсын, бірақ олардың сол әлемдік классикадан аудармалары да көп, аудармалары да көп олардың, шүкір. Бірақ оқитын жастар көп, шүкір деп ойлаймын өзімше. Және де енді бізде енді әке болып отырған соң қазір мына бала тәрбиесі деген үлкен жүк бар. Сол кезде 2 балам бар, балаларымды қалай кітап оқытсам деп сәл бір ойланып келдім де, сосын енді оларға енді бала дегеннен баланы алдап қоясың ғой. Баяғыда біз кішкентай кезімізде компьютер балдады ғой. Сол сияқты мен балаларыма айттым, ана біздің Абылайдың аударған күшті жаңа классикалық туындыларды аударғандары бар. Бала тілі жатық, күшті да балаға оқуға. Сосын айттым, бір кітапты бітірсеңіз 5000 теңге, 2 кітап оқысаңыз 10.000 теңге деген сияқты. Сөйтіп сәл оқыды, балаларының сәл кітапқа деген жаңағы қызығушылығының ынтасын өзім оятып көрдім. Негізі осы жүзеге аса ма деп ойлаймын. Өйткені қазіргі балалар бәрі нарықты ойлайды ғой, бірінші қалтасын ойлайды қанша деген. Мынау арамызда жас алаштанушы дейікші, Елдос Тоқтарбай айтады ғой, әжем көзім көрмейді деп бүкіл кітапты оқып тастаған екен ғой деп. Сол сияқты сізде сондай тәсілге көшіп отырсыз ғой. Жалпы біз қазір қоғамда бір сүйікті іс деген бір нәрсе пайда болды да, бір сүйікті ісіңмен айналыс. Біз бәріміз бизнеске жүгіретін болдық. Жалпы менің ойымша, мысалы Қытайдың бір бас жуатын шампунь, сабынды болсын сатып, содан нәпақа тауып жүргендер бар. Бірақ ол адамның
ұлттық қазақпыз енді ұлт болуға күресіп жатырмыз, біз руханиятымызды дамытамыз деп өзіңіз де міне тіл мәселесін көтеріп сол қоғамның ұйымның төрағасы болып жүрсіз. Жалпы мен осындай бір ұсақ дүниелер болмау керек деп ойлаймын. Мен қай тикток желісін алсақ та бір әдемі мұғалім, мықты маман иесі барлық жұмысын тастап осы саудамен айналысып кетеді, дүниелік істерге түсіп кетеміз. Оның ішінде бизнес болсын, ол орыс тілінде кетеді. Неге біз өз бизнесімізді қазақ тілінде дамытпасқа? Өзіміздің қаншама брендтеріміз бар, иә. Менің айтпағым, сүйікті істеген бір жаман нәрсе пайда болды да, кез келген адам өзінің мамандығын тастап кете салады. Осыған бір көзқарасыңызды айтасыз ба жастардан? Иә, сіз бір өзекті дүниені қозғап отырсыз. Расында қазір кімді әлеуметтік желіні ашып қалсаң, кез келгеннің парақшасын басып қалсаң, шетінен коуч, шетінен шешен, шетінен жаңағы айтып үйреткіш адамдар көп та. Бірақ көбі, білмеймін, өз деңгейінде бір салалық санаға ой салатындай жақсы дүние ешкім жасап жатқан жоқ деп ойлаймын. Жоқтың қасы. Иә, жоқтың қасы. Енді бұл әлеуметтік желі деген әркімнің ермегі болып кетті ғой қазір. Кейбіреу сол ісін ілгерілету үшін, кейбіреу жаңағы өзіңіз айтқандай бизнесінен табыс табу үшін әркім өзінің қалау бойынша қолданып жатыр. Бірақ кейде бір кездесіп қалады, Қалау ағай деген бар, қателеспесем. Сол ағай мысалы мына ағылшын тілін солай әдемі жастарға жетімді үйретеді. Сондай бірең сараң кездесіп қалады, жаңағы осы дұрыс жөнді контент аз, аз, бірақ жөнді контент ұсынып, соның бір ұрпаққа жаңағы ұлтқа пайдасы болсын деген ниетте жүргендер азырақ. Бірақ енді расында біз қазір бәлки сол кезінде сананы тұрмыс билесе, қазір санамызды нарық билеп алған шығар. Бәрімізде жасыратын жоқ. Әуелі нарықтық жағдайды ойлайтынымыз хақ. Бірақ енді одан да биігірек жаңағы отбасылық деңгейде емес, рулық деңгейде емес, ұлттық деңгейде ойлауға не жетсін. Мысалы, Мұратхан Шоқан ағамыздың ұлттық деңгейде ойлайтын 7 қадамы бар ғой. Сол сияқты қарасаңыз, қазір жалпы қоғамда айналамызды алып қарасақ, көбіміз әлде бір отбасылық, рулық, әулеттік деңгейде ғана ойлап жүрміз да. Әрмен қара жоғары ұлттық, жаңағы жаһандық деңгейде ойлауға әлі біздің оған жақындай алмай жүрміз, өкінішке қарай. Сосын ойлаймын, аға, кейде сөзіңіз аузыңызда бізде қазақ рух, күрескерлік қасиет жоқ бізде. Күресе алмаймыз. Көбіміз бір затқа бағынып кетеміз. Мысалы, жақсы контент айтып отырсыз ғой тиктокта. Мысалы, кітап сатып жүргендер аз. Сосын Асқар Әкімбек деген бір ағайымыз бар, асаба. Ол кісі мысалы мынау біздің қазақ салт дәстүрлері туралы сұрақ қояды да. Соған жауап берген, мен риза боламын. Ақша береді. Ынталандырады. Сондай бір дүниелер аз, яғни біздің қазақтың күрескерлік қасиеті төмендеп кетті ма, бір сіз айтып отқан биік деңгейлерге жету үшін бізге бір рух керек сияқты. Мына отырған жастарға да әрбіріміз күресу керек. Сіз қоғам төрағасы болып жалғыз өзіңіз күрессеңіз, артыңыздан біз еруіміз керек. Жалпы бүкіл іс-шараның басында жүр ағамыз. Енді қарап отырсаңыз, осындай бір енді облыста үлкен іс-шара болып жатқан кезде бізге бір күрескерлік қасиет керек, мысалы да. Сосын біздің мемлекеттік деңгейде мысалы кітап шығаратын баспалар болса, сол баспаларға үлкен салық салынады екен, естуімше. Кітап сататын ағайларға, мысалы Санжар Керімбай ағамыз келген кезде осы мәселені жақсы көтерді, мен естіп отырдым. Бизнесмендерге салынатын үлкен салықты біздің баспагерлерге салмау керек. Егер біз осындай жақсы кітаптар көргіміз келсе, өзім Фолиант баспасын білем, Қасым баспасын білем, енді өзім Қарағандыдан болғаннан кейін, қай жерден өстік, сол жерде тұлға айтемыз ғой. Енді сөзді сабақтай келе, біз өзіміздің бір тұлға үлгі көретін адамдарымыз болады. Ал қазір ешкімге еліктеме, сен өзің тұлғасың, ешкімді сыйлама, өзіңді жақсы көр деген бір жалаң пікірлер пайда болды. Мысалы, осы жайлы пікіріңіз қалай? Біз өзіміз кезінде, мысалы, мен қуанамын, мысалы, Торғай өңірінің келіні болғаныма, осындай ұлт ұстазының жеріне келін болып отырғаныма, өйткені мен жүрегім мақтаныш кернейді. Мен мынау Ахмет аталарымыздың, Міржақып аталарымыз, Ыбырай аталарымыз, біз ұлт ұстаздар шыққан жерден деп мақтан аламыз. Осы жастардың осындай бір өзімшілдік, эгоистік қасиеттер туралы
олар эгоист болса біз кітап оқуды қалай үйретеміз деген сияқты бір ойыңыз айта кетсеңіз. Енді ол ұлы тұлғаларды біз пір тұтпай, ұлы тұлғалардың ұлы істеріне еліктемей, біздің ел болуымыз екіталай деп ойлаймын. Мысалы, жаңа ғана өзіңіз айтқан Елдос бауырымыз, оның айналасында жүрген қаншама жап-жас жалындаған жастар, кеше өзіміздің ортамыздан шыққан Данияр Ихсан бауырларымыз мысалы, қазір алаш жоқтаушысы болып, жас болса да үлкен іске бас болып жүр. Қараңыздаршы. Зерттеп жүр. Иә, осының өзін біз ұлтқа қызмет ету деп қабылдауымыз керек. Сондықтан, иә, олардың пір тұтатындары кешегі алаштың арыстары. Жалпы қай заманда болсын, менің түсінігімде бір есті қазақтың кімді пір тұту керек десе, сол алаш арыстарын пір тұту керек. Өйткені сол алаш арыстары өмірдегі ең қымбат адамның не? Жаны ғой. Сол жанын берді ғой. Жанын не үшін берді? Жанын осы жарқын болашақ үшін берді. Қазір қай қазақты айта аласыз, мысалы, қазақ үшін жанын беретін адам жоқ қой ортамызда, айналамызда. Неге? Өйткені кішкене рухымыздың жаңағы төмендегені, жігерсіздеу халық екеніміз шындық. Біздің рухымыздың бәрі ұлттық кодымызда, ұлттық құндылықтарымызда. Мысалы, қазақ атқа мінсе рухтанады, қазақ адай күйін естісе рухтанады деген сияқты өзіміздің бір ұлттық кодтарымыз бар. Яғни ұлттық кодтарымыздан әлі айырыла қойған жоқпыз. Рухты қазақ шүкір ортамызда бар, бірақ олар бәлки аз шығар. Келешекте міне алдымызда отырған бауырларымыз осындай үлкен тәлім тәрбие алып, қара шаңырақтан ертең түлеп ұшқанда рухты қазақ болып шықса, онда келешегіміз кемелді деп ойлаймын. Жақсы аға, енді бүгінгі сұхбатымызға келіп, өзіңіздің ашық ойыңызды айтқаныңызға рахмет. Жалпы бізде енді бір үлкен мәдени майдан болып жатыр деп ойлаймын Қостанай облысында. Жалпы біздің облысты шыны керек, кішкене орыс тілді облыс деп айтады, бірақ мен ол көзқараспен келіспеймін. Әрине. Біз сол көзқарасты жоюымыз керек. Сіз біз бол. Әрине. Сондықтан айтар ойыңыз болса айтыңызшы. Рас, біз осы кейде жол сапарға шыққанда, пойызда болсын, самолетта болсын, қай жақтан келе жатсың, Қостанайдамын десең, сенбейді да. Қалай ол Қостанайда осылай қазақша сөйлейтін адам бар ма деп. Ол расында осы біздің Қостанай қоғамында қазақтың жанашырлары бар екенін қайдан білсін олар? Көбі солай ойлайды да, жаңағы орысы ормандай ортада олардың да тілі шала шығар деп ойлайды ғой. Бірақ шүкір, біздің өзіңіз білесіз, қазір мына жастарды алсақ та, алдыңғы буын ағаларымызды алсақ та, кәдімгі зиялы қауым өкілдерін алсақ та, орта бар ғой, кәдімгі рухты орта бар. Иә. Сондықтан біздің Қостанайда біртіндеп осы қазақ тіл мәселесі де кәдімгі түйіні тарқатылып келе жатыр. Ол өзіңіз мана сөзіңізді айттыңыз ғой, әркім өзінен бастау керек та. Бұл бір ғана қоғам құрылып, қоғамның айналасын шаруа емес, ұлттық мәселелер, тіл, діл, мәдениет. Оны қоғам болып, соны қолдасақ, оның нәтижесі болады. Екінші, жаңа мәдени майдан деп айттыңыз, еске түсіп жатыр. Мына Санжар Керімбайдың мәдени майдан кітабын өткенде оқыдым да, ендігісі қазір ғылыми майдан болып жатыр. Ол кітап бірақ қолға түскен жоқ. Бірақ мына алдымызда отырған бауырларыма әуелі ертеңгі күні мықты филолог болам десе, сол мәдени майданды оқыса екен деген кеңес берер едім. Ғылыми майдан. Қаныш Сәтбаевтың ғылыми майданы шығып жатыр. Ол бірақ сіздерге жетті ма? Мен ол кітапты ала алған жоқпын, шынымды айтайын. Каспийден көрдім, 3960 теңге деп тұр екен, тиын ғой. Жеткен жоқ. Сондықтан мына етемін үміт жастарға жаңа гүл шашқан бақшадай, мұрадын ойлап кім табар, жар салып жұртқа қақсамай, халыққа жастар басшы бол, қараңғыда жетектеп, терең судан өтерме, мұң қойды серке бастамай деп кешегі Жақаң айтпақшы. Алдымызда отырған біздің жас бауырларымызға біз де үміт етеміз. Аға, келіп бізге бір әдемі сұхбат бердіңіз. Жастар ой түйді деп ойлаймын. Жалпы журналистер қауымы жалпы оптимист қой. Үйдегі Жәкең де
жаман ойға берілме, жақсы ойла деп. Өйткені қоғамның арасында жүргеннен кейін сіздер сараптайсыздар, зерттейсіздер, соның оң жағынан, шешу жағын ойлайсыздар. Сізге аға, Заңғараға келгеніңізге көп рахмет. Қостанай облысы әкімдігінің қолдауымен 2-ші облыстық оқу және онлайн байқау өтіп жатыр. Байқау демеушілері Тобыл Торғай тарландары қазақ күресі клубы мен зерделі Қостанай ақыл ой дамыту орталығы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.